Ассалаумағалейкум досым. Қалайсың? YouTube каналымдағы ең бірінші видеома қош келдің. Мен есімім Нұржан болады. Бүгінгі видеода мен саған достым, қалайша харизматты жігіт болудың 5 амалын көрсететін боламын. Соның арқасында сен сөйлесу кезінде кез келген біртүрлі жағдайларда сындырып тастап жеңімпаз болып шығасың. Дайын болсаң, біз бастаймыз. Бастаймыз. Мәштен жоқ болса осы. Нөмір бірінші бұл өлген тақырыпта еш уақытта тірілтпе. Қара досым, адамдармен сөйлесу кезінде сені әңгімен әрқашанда бір тақырыптан екінші тақырыпқа ауысып отырады. И, конечно же, мына оның алдындағы тақырып ол естественно өліп қалып отырады. Но почему-то шіркін бір жігіт табылады ғой, который сол өлген тақырыпты кеп қайтадан қозғайды да. И адамдар ол біртүрлі болғандықтан уже оның әңгімесіне кішкене тартылғысы келмейді. Сондықтан да айтып отырғанымда сол саған өлген тақырыпты еш уақытта тірілтпе деген. Қара, мысалға, сен кеше бір кино көрдің делік. Но потом әңгіменің тақырыбы уже кинодан футболға ауысып кетті да. Бірақ сен әңгімені сол жаңа кинода көрген моментінде айтқың келіп отырды. Но негізі осы жерде саған сол айтқың келіп отырған нәрсені айтпай қойған жөн, себебі айтсаң сен уже как-то ыңғайсыз жағдай туғызасың да. Сондықтан да қаншалықты айтқың келгеніне қарамастан алда ол ситуацияны лақтырып жібер миыңнан. Негізі ондай ситуацияға тап болмау үшін ол саған более как-то спонтанно тез ойлана білу керек. Өйткені миына бір нәрсе бүйтіп келе қалды ма, сразу келді ма, бірден сол жерде айтып таста. Әйтпесе егер де айтып тастамасаң, одан кейін отырасың, айту керек пе еді, әлі керек емес пе еді. И ең сонда әңгімен сондай үшін сен сонда не балық емес, не ет емес болып қалып қою мүмкін. Бүгінгі ауа райы прям керемет болып тұр екен, негізінше. Ыстық. Нөмір екінші, бұл өзінің бар екенді көрсетті. Адамдарға сенің не айтатынын көрі, оны қалай айтатын маңыздырақ. Ал өзінің бар екенді қалайша көрсетуге болады? Қарапайым түрде сен құр ғана көбірек орын аласың. Потому что өзіне деген сенімді адам ол буквально бүйтіп көбірек орын алуға тырысады да. Ал сенімсіз адам ол бүйтіп қысылуға тырысады. Өйткені бұл жерден вообще біз нені байқаймыз? Біз байқаймыз то, что сенің жүріс-тұрысың өте маңызды екен. Осы жерден саған сенімсіз адамның бозаларын көрсететін болсам, біріншіден ол былай тұру. Былай тұру дегеніміз ол қарым-қатынасқа деген өзінің жабық екенді, танысуға дайын емес екендігінді көрсетеді. Я болмаса қолында аш қойып, бүйтіп қалталарына салып тұру, ол өзінің бірдеңкені жасырып тұрғанды білдіреді. Былай тұру, ол өзінің әлсіз жеріңді қорғап тұрғанды көрсетеді. Немесе жаңағыдей қолында былай ұстап тұру, былай ұстап тұру. Или кез келген бір нәрсені бүйтіп қолында ұстап тұру, жасырып, ол барлығы сенімсіздікті көрсетеді. Ал сонда сенімділікті қандай позалар көрсетеді? Олар тек қана екеу-ақ қана. Біріншісі, ол қолынды екі теңгене қойып, құр ғана бүйтіп қана тұру. Екіншісі, ол қолында артқа қарата қойып, былайынан тұру. Ол дегеніміз сен жаңадан қарым-қатынасқа толық ашық екенді көрсетеді. Егер де жаңағы мен көрсеткен сенімсіз позаларды өзінде байқайтын болсаң, онда достым, осы жаңағы тұрған позаларынан арыл. Chips all in the middle like it fall, no I won't flop. We gon' pop like a soda can top. To me this is nothing. Мына жақта пока мен влогтарымды түсіргенше уже мне бауырым Альтерде келіп жетті ғой. Сәлем. Ал обедке мында бізде керемет бір пюре с курицей дейді екен, Малибу салатымен. Альтер, сен жедің ғой, қанша бересің? Оннан 8. 8-ге татый ма? Керемет қарын тойды. Ендеше досым, саған номер 3-ші кеңесімді лақтыра берсем болады. Ол дегеніміз өз позицияңды ұстай біл. Өз позицияны ұстау дегеніміз, біз адамдар барлығымыз сөйлескен кезде бір позицияда тұрамыз. Бірақ қандай да бір себептермен адамдар сені тексергісі келеді, прикол ұстағысы келеді, я болмаса саған подкол жасағысы келеді ғой. Оны барлығымыз жасаймыз, себебі бұл біздің табиғи натурамыз сондай ғой енді. И осы кезде как раз таки өте маңызды нәрсе бұл сен қалай оған реагировать етесің, қалай сен позитивті мышлениені сақтап қаласың, ол өте үлкен рөл ойнайтын болады. Әрине, мысал ретінде Джеймс Бондты алайық. Оған қанша жерден қарсыластары үркітіп, қорқытып, угрожать етсе де,
Джеймс Бонд өз позициясын нық ұстап, крутой, сабырлы, әрі жинақы болып қала береді. Иә, бұл айтқан сөздерімізді жақсырақ түсіну үшін саған давай өмірден бір мысал келтіріп жіберейік. Уалейкум ассалам, қалайсың бауырым? Что там? Если тура мен секілді киініп алған не? Ақ футболка, қара шорт, даже кроссовки алсаңшы. Енді жас болғандықтан мен не істеймін? Бар болғаны полкымда жатқан осы футболка ғана болды, не істеймін енді? Кешірші, что ондай болмай қалса. Менде амал болады ғой. Проблемам барлығы сода, то что жігіттер қалжың көтере алмай өз позицияларын жіберіп қояды ғой. Сондықтан да ондай болмау үшін лучше негізі былай істегенің дұрыс. Ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам, қалайсың? Келіп отыр жайғас. Сен тура мен секілді киініп алған не? Ақ футболка, қара шорт, даже кроссовки алсаңшы, болмайды. Енді демек бар ғой бауырым, бұл дегеніміз саған да маған да Алла тағала киім таңдаудан керемет вкус берген екен ғой. Одан да давай барып тренировка ұрып қайтсақ қалай қарайсың? Давай. Кеттік онда барайық. Keep the same energy. Work on being better when I'm 70. Your drip is just a water spring. You know I drip different, this is 7 seas. I deal with life different, make that lemon squeeze. Went off for my style and identity. Better bounce back and get the cheddar cheese. Тренировка аяқталды. Керемет, жақсы тренировка болды. Ал жарайды, бәрекелді. Номер 4-ші, ол бізде досым инициативаны өз қолына ала білу. Инициативаны өз қолына ала білу деген ол харизматты жігіттердің жақсы бір қасиеттерінің бірі. Сондықтан да сен оны міндетті түрде игерген дұрыс. Ол саған өте қатты керек болады. Мысалға, сен қызбен жүрсен де, я болмаса достарының кругында отырсан да, саған по-любому рано или поздно шешім қабылдап үйрену керек болады. Қызбен жүрген кезде, мысалға, киім алып жатқан кездерде ол сенен сұрау мүмкін. Қалай ойлайсың, мына ақ көйлек пе, әлде көк көйлек пе күшті ма деген сияқты сұрайды. Сол кезде сен жауабын өте нақты, тиянақты, иә, ақ көйлек, мен ойымша ақ көйлекпен бежевый туфли өте әдемі кетеді деген сияқты. Или қызын, бүгін қайда барамыз, Нұржан, білмей жатырмын, киноға барайық па, анда ма? Сен егер де құрған отырып, может, кино, хотя оған алдында бардық қой, или давай, может, ресторан, бірақ қандай ресторан деп отырмау үшін сразу давай кеттік, бүгін біз мына паркқа барамыз деген сияқты жауабын өте нақты болу керек қой. Достармен отырсан да кафеде не жейміз деп отырған кезде сен бірден инициативаны қолына алып, давайте мына бір гюру лагманды алайық, мынаны мен көргем алдында өте жақсы, сен компот ішесің бе, сен етесің бе деген сияқты барлығына бірден жауапты нақты айтып тастау керек. Сондықтан да адамдармен, когда сен өзіне инициатива ала білгенде, олар сені лидер ретінде көре бастайды, сені харизматты ретінде көре бастайды, и сенің шешімің олар үшін өте дұрыс сияқты көрінеді, олар келісуге саған қатты қолдай кетеді. Нөмір 5-ші және де ең соңғы ол социалды белгілерге назар аудар. Сен адаммен сөйлескен кезде, сөз алмасу барысында, ол мен сөз қарым-қатынас жүргізіп жатқан кезде адам сен информацияны қалай қабылдап жатыр және тыңдап отырма, сен соған көңіл күйіңді бөлгеннің дұрыс. Ол үшін саған назар аударатын екі нәрсе бар. Біріншісі ол көзбе-көз контакт. Егер де сен оған қарап отырсың, сенің ойын барлығы сенің серіктесінде болып, ал сенің серіктесің аспанға қарап ойы бәрі далада отырса, значит ол явно сенің әңгімеңе тартылмай отыр деген сөз ғой. Ал екіншісі бір сөзді жауап. Егер де сен адамдарға бір нәрсе айтып жатсың, ал в ответ тек қана иә, дұрыс деген секілді жауаптар алатын болсаң, онда бұл адам сенің әңгімеңе тартылысы жоқ. Мысалы, сол күні прикинь, аэропортқа бара жатқан кезде самолеттен кешігіп қаламыз ғой.
Мен сіздан білмеймін енді, алдықты билеттерін бәрін өткізіпті, потом үйге қайту керек болды бізге. Қиын болыпты. Сол. Егер де өзінде осы кез келген жаңағы көрсеткен екі белгілердің бірін байқайтын болсан, онда значит саған тоқтаған дұрыс деген сөз. Тоқта, сөйлеме, доғар, осы нотадан осы жерден қоя сал деген сөз ғой. И уже басқа группадағы адамдардың біреуіне сөз сөйлеуге мұрша бер деген сөз. А егер де сен бірге бір адаммен сөйлесіп жатсаң, онда лучше ол адам туралы сұрақ қойып, кішкене оның өмір жайында қызыққаның дұрыс болар. Ал міне видеомыз өзінің шарықтау шегіне келіп жетті. Егер де осы моментке дейін көрген болсан, онда сені шын жүректен бағалаймын. Және де осы видеоны маған түсіріп көмектескен Әлтайыр бауырыма ризашылығымды білдіремін. Саған тілейтінім тек қана сәттілік, өзіне деген сеніміңді жоғалтпа.